Сәлем баршаңызға, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат, қыста бас киімсіз неге жүруге болмайтынын айтатын боламын. Қыста көп адам бас киімсіз жүре береді, ал бұл көптеген суық тию ауруларына шалдықтыруы мүмкін. Алайда бастың суықтауы ғана емес, қызуы да бас қан тамырларының тарылуына әкеп соғуы мүмкін. Мұның алдын алу үшін далада бас киім киіп жүріп қана қоймай, жылы жерге келгенде шешіп қою керек. Қандай ауа райы кезінде бас киімсіз жүруге болады? Бұл ағзаның ерекшелігіне және адамның сезімталдығына байланысты. Сонымен қатар далада қанша уақыт жүргендігі мен ауаның ылғалдығы, жел соғып тұрғандығы да рөл атқарады. Кейбір адамдар кішкене суық болса бас киім киіп алады, өйткені онсыз өздерін жайсыз сезініп, суықтап қаламын деп ойлайды. Ал басқалары суыққа төзімді келеді. Алайда медицинаның пікірі бойынша бас киімсіз жүруге болатын ең төменгі температура -5 градус. Онда да желсіз құрғақ ауа райында. Ал егер қар, жаңбыр немесе жел соғып тұрса, температура плюсті көрсетіп тұрса да, бас киім кию міндетті. Басын суықтап қалуын несімен қауіпті? Бірінші кезекте басын суықтап қалуы иммунитетті төмендетеді. Бұдан ағзада ауру қылатын микробтар белсене көбейе бастайды. Нәтижесінде барлық созылмалы ауруларыңыз қосып, өткір қабыну процестері артады. Мысалы, герпетикалық жұқпа жанданады. Егер адам созылмалы аңқа ауруына шалдыққан болса, жұқпа қанға ona еніп, ол жақтан орталық жүйке жүйесіне енеді. Суықтап қалғанда сонымен қатар ми қабатының қабынуы, менингитке ұрыну қаупі жоғары. Құлақ суықтап қалуға ерекше бейім. Олар ең бірінші қатып ауырады. Қалың, ұзын шаштар оларды қорғауға жеткіліксіз. Сонымен қатар шаш суық желге төтеп бере алмайды. Ал құлақ мұндай табиғат құбылысында бірден қатты аурумен белгі береді. Кейде басыңыз тонып келіп жылы жерге кірсеңіз, құлағыңыз ауруы мүмкін. Құлақ кереғар температураны жақсы көрмейді. Монша немесе бассейнге түсіп шығып, басын дұрыс кептірмей және шапка кимей далаға атып шығатындар денсаулығына қауіп төндіреді. Құлақ ауруы отит, белең алып немесе есту жолында сыздауық шығуы мүмкін. Онымен қоса қабынудан және ми қан тамырларының тарылуынан есту жүйесінің қоректену процесі бұзылып, құлақта шу пайда болып, есту қабілеті төмендейді. Мұндай белгілер пайда болса, араға уақыт салмай, бірден отоларингологқа қаралған жөн. Шашсыз қалуыңыз мүмкін. Бас киімсіз ұзақ уақыт 10 минуттан жоғары суық күнде жүру шаштың буылтығын қоректендіретін қан тамырларының тарылуына ықпал етеді. Мұндай жағдайда шаш фолликуласының қоректену процесі бұзылып, нәтижесінде шаш жұқарып, сынғыш және көмескі күйге енеді. Сонымен қатар тұқым қуалауға да байланысты. Егер шаш генетикалық тұрғыда әлсіз болса, суықтап қалу салдарынан еселеп түсуі мүмкін. Егер әке-шешеңізден қолаң шашқа ие болсаңыз, оның сапасына аяз аса әсер ете алмайды. Бас киімсіз ыстық күнде жүру де зиян. Май бөліну жиілеп, шаш тез кірлейді. Сондықтан қыста жылы бас киім киіп, ал жазда ашық және жеңіл бас киім киген жөн. Жүйке жүйесі аязды жақсы көрмейді. Бас суықтап қалса, бет неврологиясына және 3 тармақты жүйкеге әсер етуі мүмкін. Суықтан бастың қан тамырлары тарылады және жүйке қан айналымы бұзылады. Егер бет жүйкесіне зақым келсе, адамның жарты беті қисайып қалуы мүмкін. Ал егер 3 тармақты жүйке қабынса, шаншып қатты ауыратын болады. Сонымен қатар баста дұрыс тұрмайтын бас киімдерде зиян. Мысалы, маңдай және желкені қысып тұратын былғары немесе резеңке ендірмелі бас киімдер. Бұлар ұсақ қан тамырларды қысып қалғандықтан бас ауруы мүмкін. Оған қоса самайды қысып тұратын кепештер мен бейсболкалар да зиян. Бұлар басты жылы ұстағанымен желке тұс ашық қалып жатады. Жасанды иірілген жіптен тоқылған бас киімдер де денсаулыққа зиян. Керісінше мақта, жүн және мохер қосылған вискоздан тоқылған бас киім нағыз керегі. Ал астар үшін саржа қолайлы. Мұндай бас киіммен бас терісі дем алады, ал ең бастысы тонбайды. Жазда табиғи матадан жасалған бас киім жөн болады. Синтетикада бас тұншығып қалады. Егер ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.